Мына көбіне қазір байқайтынымыз, перзент сұрап, дәрігерге барып, оқытылып, қаралып, ем таппағаннан кейін сол бір бала үшін, сол бір перзент үшін ана атаның басына, мына бабаның басына барып, Аллаға серік қосып жатқандарды да көріп қалып жатамыз. Алла субхану ва тағала Құран кәрімде кімге қаласа ұл сыйлайды, кімге қаласа қыз сыйлайды, кімге қаласа екеуін де береді, кімді қаласа бедеу қылады дейді. Егер Алла субхану ва тағала бермеді ма, немесе сізге кешіктіріп жатыр ма, оған сабыр етуіміз керек екен. Көбінесе адам баласы осы денсаулығы мен перзент тұсында сынақта сүрініп қалып, сеніміне селкеу келтіріп жатады. Сонда Алла субхану ва тағаланың ғазабына егер ұшырап қалатын болса, сол жерлерге барып жүрген кезде Алла тағала оған баланы беріп, оны одан ары адастырып жіберуі әбден мүмкін. Алла әбден мүмкін ағайын. Сол үшін де Алла субхану ва тағаланың ашуына ұшырап қалудан сақ болуымыз керек. Егер Алланың ашуына бұл жалғанда тірі тұрғанда ұшырайтын болсақ, жүрегімізді мөрлеп қояды. Егер біреудің жүрегі мөрленетін болса күпірлікпен, ол ешқашанда иманға келе алмайды. Пайғамбарымыздың әкесінің бауыры Әбу Ләхабтың өзі тірі тұра, әлі өлмеген, Алла тағала оны тозақ екендігін айтып қойды Құран кәрімде. Ал сол егер пайғамбарымыздың барынша жұмысына тосқауыл болып, қастандық жасап жүрген Әбу Ләхаб кәлима айтып, пайғамбарымызды ел жұрттың алдында масқаралауына мүмкіндік бар еді. Яғни пайғамбарымыз кімде-кім кәлиманы айтса, ол жәннатқа кіреді деп жатыр. Бір жағынан Алла тағала оны тозақ екендігін айтып жатыр. Егер кәлиманы айтатын болса, сонда мен тозақым ба, әлде жәннатимын ба деп пайғамбарымызды масқаралау мүмкіншілігі бар еді. Істей алмады. Неге? Себебі Алла оның жүрегін мөрлеп қойды. Сол үшін Алланың ашуына ұшыраудан қорқуымыз керек дейді ғалымдарымыз. Алланың ашуына ұшырайтын болсақ, онда бұл жалғанда жүрегімізді мөрлеп қоятын болса, өле-өлгенше кәлимаға тіліміз келе алмай кетеді екен. Өле-өлгенше иманға келе алмай кетеміз екен. Сол үшін де басқа түскен қиыншылықта сабыр етуіміз керек. Кімде-кім сабыр қылатын болса, Алла субхану ва тағаладан қорқатын болса, Алла субхану ва тағала Құран кәрімде өзі уәдесі бар. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Кімде-кім Алладан қорқатын болса, оған шығар жол тауып береді дейді.